3 рет үлкен кеме апатынан өлімнен аман қалған әйел жайлы естіп пе едіңіз? Олар Титаник, Олимпик, Британик. Бұл кісі Вайолет Джессоп. Бұл кісі Титаник апатынан тірі қалған әйел адам. Елестетіп көріңіз, сіз мінген алып кеме апатқа ұшырайды. Мыңдаған адам қаза табады, ал сіз тірі қаласыз. Енді ойлаңыз, сол бір емес, екі емес, 3 рет қайталанса ше. Бұл ойдан шығарылған фильм емес. Бұл Вайолет Джессоптың өмірі. Ол Титаниктен аман қалды. Одан кейін тағы бір кеме апатынан тірі шықты. Сосын 3-ші рет тағы да өліммен бетпе-бет келді. Осы видеода біз тарихтағы ең бақытты немесе ең қарғыс атқан атқа ие болған әйелдің тағдырын толық айтып шығатын боламыз. Ең бірінші, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Вайолет 1887 жылы дүниеге келген әйел. Балалық шағы оңай болған жоқ. Ол бала кезінде туберкулезбен ауырады. Дәрігерлер бұл қыз тірі қалмайды деп үкім шығарған екен. Бірақ Вайолет тірі қалды. Өзінің өмірінде де бұл кішкентайынан бастап тірі қалған қыз. Бұл оның тағдырында алғашқы жеңіс еді. Сол кезден бастап өлім оны қанша рет шақырса да, ол әрдайым жоқ деп жауап беретіндей болды. Кейін әкесі қайтыс болып, отбасы Англияға көшеді. Ақша керек, жұмыс керек. Сөйтіп, Вайолет теңіз кемелерінде стюардесса болып орналасады. Ол кезде ол білмеді, оның өмірі енді мәңгілікке теңізбен байланысатынын. 1911 жыл Вайолет RMS Олимпик кемесінде жұмыс істейді. Бұл сол заманның ең үлкен, ең сәнді кемелерінің бірі. Оны суға батпайтын кеме деп атады. Бірақ бір күні Олимпик әскері HMS кемесімен соқтығысады. Қатты соққы, паника, айқай-шу, кеме батпады, бірақ бұл алғашқы ескерту еді. Көп адам мұндайдан кейін теңізге қайта шықпас еді. Бірақ Вайолет шықты. Себебі ол жұмысынан бас тартпады және тағдырын сынауды жалғастырды. Ал екінші апат бізде Титаник. 1912 жыл атаңызға айналған RMS Титаник. Батпайтын кеме, әлемдегі ең қауіпсіз лайнер. Сол кемеде Вайолет тағы да стюардесса болып жұмыс істеді. 14 сәуір күні мұзды мұхит тыныштық. Кенет айқас. Кеме айсбергке соғылды. Алдымен ешкім мән бермеді. Музыка ойнап тұрды, адамдар сенбеді. Бірақ бірнеше минуттан соң шынайы қорқыныш басталды. Суға бату, айғай, балалар жыласы. Вайолетке бір баланы қолына ұстатып құтқару қайығымен мінгізеді. Ол сол қайықта отырып мыңдаған адамның мұздай суға қалай жоғалып жатқанын көреді. Титаник батты, ал Вайолет тағы да тірі қалды. Ал үшінші апат Британик. Көп адам мұндайдан кейін теңізді мәңгілікке тастар еді. Бірақ Вайолет тастаған жоқ. 1916 жыл, бірінші дүниежүзілік соғыс. Ол HMHS Британик кемесінде медбике болып жұмыс істейді. Бұл Титаниктің қарындасы еді. Бірақ тағдыр тағы да қайталанды. Британик минаға соғылып қатты жарылыс болады. Кеме өте тез бата бастайды. Вайолет суға секіруге мәжбүр болады. Ол кеменің витіне тартылып, басынан ауыр жарақат алады. Бірақ тағы да аман қалды. 3-ші рет аман қалды. Осы 3 апаттан кейін Вайолетке лақап ат береді. Мисс Unsinkable, суға батпайтын әйел. Кейбіреулер оны бақытты деді, кейбіреулер қарғыс атқан деп жатты. Ал Вайолет өзі былай деген: мен тек жұмысымды істедім, ал өмір мені жібергісі келмеді. Вайолет Джессоп 1930 жылдарға дейін теңізде жұмыс істеп, кейін тыныш өмір сүріп, қартайып қайтыс болды. Ол тарихтағы ең көп кеме апатынан аман қалған әйел. Бұл оқиға бізге нені үйретеді? Кейде тағдыр сені сынайды, кейде өлім тым жақын болады. Бірақ кей адамдардың өмірі әлі миссиясы бар. Егер сіз осындай шынайы, адам сенгісіз оқиғаларды ұнатсаңыз, лайк басып каналға жазылыңыз. Ал сіз қалай ойлайсыз? Вайолет бақытты ма, әлде тағдырдың сынағы ма?
пікірге міндетті түрде жаза кетіңіз.